Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі каналы. Бүгін сіздерге ең оңай жасалатын әрі диеталық тағам ретінде ұсынылатын тұқым долманың жасалуымен таныстырамын. Керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең бастысы алдын ала 70 грамм күрішті 10 минут ыстық суда бұқтырып алуды ұмытпаңыз. Рет-ретімен фаршымызды ұсақтап туралған бір бас пиязымызды және ыстық суда бұқтырылған 70 грамм күрішімізді салып, ертілген сары майымызды құйып, содан соң суымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тағамның татымына қарай тұз, қара қызыл бұрыш қосуды ұмытпаңыз. Мінекей, ең басты қоспамыз дайындалып болды. Осылайша қоспалы фаршымызды тарелкаға ортасын көлбеу қылып салып, және де жұмыртқаның алдымен ағын, содан соң сарысын ортасына құямыз. Қайнап тұрған манты қазанға рет-ретімен бірінші, екінші реттісіне екінші тарелкамызды салып, 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, ең бастысы пайдалы әрі тез пісірілетін тұқым долмамыз дайын. Долма бетін аскөктермен әсемдеп аламыз. Баршамызға ас болсын!